Сәлем достар. Бүгін сіздерге Колорадо штатының Вестминстер қаласында ұрланған және қатыгездікпен өлтірілген 10 жастағы Джессика Риджуэй туралы айтатын боламыз. Бұл оқиғадағы ең қорқыныштысы жауыз монстр бұл қылмысты ұзақ жоспарлаған және ол парк жанындағы ағаштардың арасында тығылып өзінің құрбанын күткен. Джессика Риджуэй небәрі 10 жаста еді, бірақ кішкентай аққұба қыз өте тәуелсіз болып өсті. Ол мектепке өзінің оятқышымен оянғанды ұнататын. Ол үнемі қызғылт және күлгін көзілдірігін киіп, мюсли батонын жеп, таңғы асқа апельсиндерді аршып, су бөтелкесін толтыратын. 2012 жылдың 5 қазанында таңертең Джессика әдеттегі күнделікті жұмысын орындады. Сосын анасы Сараны сүйіп қоштасып мектепке кетті. ақш-ның Колорадо штатындағы Вестминстер қаласының маңында ағаштармен көмкерілген қалашықта қар жауып тұрды. Бірақ Джессика ауа райына сай көк джинсы, қара етік және қара күртеше киіп шығады. Джессика әдетте құрбысын көшенің соңында күтіп тұратын және олар Уэйт бастауыш мектебіне бірге баратын. Бірақ сол күні Джессиканың құрбысы суықта жалғыз біраз күтуіне тура келді. Джессика келмегеннен соң ол мектепке жалғыз кетеді. Мұғалімдер Сараға қоңырау шалып, Джессика келмегенін жазып жібереді. Бірақ түнде жұмыс істейтін Сара ұйықтап жатып, ол хабарламаны көрмейді. Бірнеше сағаттан соң хабарлама алған ол қызының жоғалып кеткенін бірден полицияға хабарлайды. Сол күні полиция мен 800-ге жуық еріктілер жаппай іздеу жұмыстарын бастайды. Жолдарды жауып, көліктерді тоқтатып, есіктерді қағып, іздестіруді бастайды. Олар мұзды төбелер мен егістіктерде іздестіріліп кетеді. Полиция қызметкерлері кездескен күдікті кез келген нәрсе туралы хабарлауға шақырады. 2 күннен кейін олар Джессиканың Диснейлік рюкзагы мен су бөтелкесін оның үйінен шамамен 9 шақырым жерден табады. Содан 3 күннен кейін әлде қайда қорқынышты жаңалық болды. Джессиканың денесі ретінде анықталған адам қалдықтары ашық аумақта қара қоқыс қапшықтарынан табылады. Құтқару операциясы аяқталды. Енді полицейлер адам өлтірушіні іздеуге кірісті. Қалдықтардың жанынан офицерлер крест тәріздес шынжыр тауып алады. Джессиканың отбасының толыққанды еместігінен басқа полицияда ешқандай сенімді ақпарат болмады. Ауданда бала өлтірушінің еркіндікте жүруі адамдарды одан әрмен қарай үрейлендіре түсті. Содан Джессика жоғалып кеткеннен кейін 2 аптаға жуық уақыттан кейін бір әйел полицияға қоңырау шалды. Ол крест талқаны кісі өлтіру туралы жаңалықтардан таниды. Оның айтуынша бұл оның көршісі 17 жастағы Остин Сингтің алқасына ұқсайды деп болжайды. Қоңырау шалушы оның мінез-құлқына алаңдаушылық білдіріп, оның орта мектепті тастап кеткен және өлімге біртүрлі құмар екенін айтады. Полицейлер Сингті келіп, ДНК үлгісін алады. Содан кейін оны қайтадан үйіне жібереді. Бірақ бірнеше күннен кейін олар қайта қоңырау шалады. Бұл жолы Остин Сингтің анасы менде болды. Ол дереу полиция шақыруды өтінеді. Менің ұлым Джесси Риджуэйді өлтірген мойындағысы келеді, деді ол. Оның ренжігені сонша тыныс алуы қиындап кетті. Содан кейін ол Остинге қоңырау шалып, ол өзінің қылмысын мойындайды. Мен Джессика Риджуэйді өлтірдім, менде мұны істегеніме дәлелдер бар. Басқа сұрақ жоқ, деді ол жайбарақат. Мен берілемін, ешқандай қарсылық болмайды, деді. Осылайша полиция Сингті тұтқындап, Джессиканы өлтірді деп айып тағады. Полицейлер компьютерді тексеру барысында оның компьютерлік іздеулерінің тарихы көптен бері өлтіргісі келгенін көрсетеді. Ол хлороформ жасауға арналған рецептерді және адамдарды ұрлағанға ең жақсы 10 орынды үнемі қараған. Содан кейін Синг екінші қылмысын мойындайды. Осыдан 4 ай бұрын ол жүгіріп жүрген әйелді ұрламақ болған. Ол мұрнының астына хлороформға малынған шүберекті жауып тұншықтырады. Бірақ әйел онымен күресіп, қашып үлгереді. Дәл сол кезде Синг оған ерекше және әлсіз құрбан қажет екенін түсінеді. Сөйтіп өзі сипаттағандай құрбанын іздеуге шығып, сол қақпанға таңертең Джессика тап болады. Өзінің алтын джипіне мініп, Синг оны артқы орындыққа сүйреп апарып, қолдары мен аяғын ілгекпен байлайды. Ол көлікті жүргізіп кетеді, ал Джессика артқы орындықта айқайлап көмекке шақырған күйде қалады.
Оны үйіне апарған Сик оны бірнеше сағат бойы жатын бөлмесінде ұстайды. Ол оған кино көрсетіп, шашын қиып, көйлек пен шорты кигізеді. Содан кейін ол жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық жасап, оны буындырып өлтіреді. Сик қалдықтарды қоқыс дорбаларына салып, ауладағы сарайға жасырмас бұрын денесін ваннада бөлшектеген. Сосын полицейлер иісшіл иттерді пайдаланып жатыр деп қорқып, қорадан әкеліп, оның денесін далаға, ал қалған денесін үйінің жертөлесіне тастап, дәретханаға ағызып жіберген. Содан кейін ол полицияны адастыру үшін оның рюкзактарын лақтырып жібереді. Бірақ полиция Остиннен ДНК үлгісін алғаннан соң Сик қобалжи бастайды. Ақырында ол бар қылмысы жайлы анасына мойындайды. Содан кейін Батлменди баласын полицияға беру үшін телефон соғып, оны полицияға тапсырады. Сотта Джессиканың отбасы өсіп келе жатқан баласының суреттерімен бөлісті. «Мен оның әрбір тыныс алғанын сағынамын», деді Кристина Риджой, Джессиканың әжесі. «Енді диванда мені құшақтап, ешкім сүймейді. Оның кішкентай саусақтары енді менікі емес». Осылайша Сик өзінің қылмысын мойындайды. Прокурорлар оны өмір бойына және 99 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған болатын. Қорғаушы тарап сотталушының жастығына байланысты 40 жыл бас бостандығынан айырылған соң шартты түрде мерзімінен бұрын босату мүмкіндігін алға тартты. Сарапшылардың пікірінше, енді қылмыскер 101 жылдан кейін мерзімінен бұрын шартты түрде босатылады деп есептей алады. Апелляция тапсырғанмен де жаза жеңілдемейді. Бүгінде Джессикаға арнап Вестчестер қаласында еске алу паркі ашылды. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.